Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, баршаңызға қайырлы күн. Бізде осы артқы дөңгелек жарылып қалды. Өрілмей тұр, соқтан кетіп қалған. Сіздерге бір видео іздеп, тауықтардың видеоға түсірейін деп жатырмын. Іш пысып бітті. Оған қарап не істеймін деп ойлап отырып, сіздерге бір видео түсіріп жіберейін деп ой бар. Сіздерге жаңалықтар өте көп. Мана 2 жұмырт қалдым. Таңертең жем беретін кезде. Менде еще не бар. Мен светін қосып алайын. Мінекей достар, светін қостым. Ішін бәрін қайтып бөліп тастаған. Тауықтар жатыр. Міне жатыр. Так, 2 атиш алып келдім. Бір жұмыртқа туып тастаған. Мына қара атиш алып келдім. Шығарайын кішкене. Шығыңдар, ана туып отқандарға тимеңдер. Так, бәрі шықты. Мінекей. Адлер атишіміз, сосын 2 домашний атиш алып келдік. Бір ұядан шыққан. Мұна Адлер атишін ертең, Адлер тауықтарын алсақ соған қосып жібереміз де, атиш алмай. Ана 2 домашнийді, домашний тауықтарын өздері жайлап секіртіп туай береді ғой. Зато ертең алдағы уақытта домашнийді көбейтетін болса, домашний атиштер бар, алам деп жүрмеймін. Ал мына Адлерді көбейтетін болса, осыларды аралығынан шығады ғой, Адлер шаты шығады, не шығады, короче. Сол үшін, домашнийді алдық. Көбейту үшін. Біреулер айтып отыр, жұмыртқамыз жарылып қалады деп. Жұмыртқа жеп қояды тауықтар деп. Ол енді жарып тастаған себебі мынадай ракушка жетіспейді тауықтарыңызға. Сол үшін жеміне араластырып ракушка сатып аласыздар. Вип аптекалерді сатады, тауықтардың жемін, витаминдер сататын нелерді. Солардан барасыздар да, ракушканы сатып аласыздар да, соны жемдеріне араластырып бересіздер. Нағыз енді жемдеріне араластырмай беруге де болады. Мынандай бөлек ыдысқа аласыздар да, бір бұрышқа сол ракушканы толтырып салып қойып қоясыздар. Өзіне керек тауықтар барып жейді, шықып, ал нағыз оған да жемей тұрса, онда ғана жеміне араластырып бересіздер. Неде шама келгенше жеміне араластырып берген жақсы. Кейбір тауықтар жемейді, анандай бұрышта тұрса. Сосын жеміне араластырып берген жақсы. Екеуін ағып тұрсыңдар, шығыңдар шеш. Ішінде шөптің бәрін тек лақтып, соны арғатай берғатай. Осылай міне тауықтарыңыз қуантып жатады, жемдерін барлығын дұрыс берсеңіздер. Кешкене жоқ болады мына жем. Бізде өзі қазір март айы басталып кетті, өзі марттың 22-сі өзі наурыз болып кетті. Біздер тек қана бір мезгіл жем беріп жүрік. Потому что бұлар енді семіріп кетпеу керек, семіріп кетсе тумай қалады. Көтендерін ай басып кетеді, сосын жұмыртқа туы нашарлап кетеді. Видео осы енді. Ұнаса лайк қосып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Бізде сыртта қар далаға шығаратын. Басында 2 күн қырылды, 3 атиш қойды қазір. Осы келесі видеода көріскенше сау саламатта болыңыздар.